Бірақ та енді көңілім қалған нәрсе негізінде мен өзім андай да өзім досым сөйлескен қызбен сөйлесе алмаймын негіз. Досым сөйлескен? Иә, енді өзі біліп отқан шығар. Досыңыз дос жоқ адам ма кім? Өзі біліп отқан шығар, енді мен Ернармен сөйлескен екен негізі. Ернармен сөйлескен кезінде екеуін білмеймін не болған араларында, оны маған ашып айтқан жоқ. Араларында не болған деп өйтіп айтпай-ақ қой. Жоқ, сіз Айсұлтан шымылдық ашылғанда танып па едіңіз Аружанды? Танымадыңыз, иә? Жоқ, таныған жоқ қой мен. Сізге тек Ернар айтты. Немесе Аружан. Мен өзім айтқам. Негізі өзі айтқан болатын, сол естіген бойда сол көңілім қалған негізінде шын. Сен ол кезде ондай ештеңе айтқан жоқсың ғой? Мен саған не деймін, болды көңілім қалып бара бер деймін ба сол жерде? Онда не үшін жалғастырдың? Жоқ енді. Баласақан. Баласақан біліп отырық қой соны. Содан кейін келіп айтып отырық. Сол Ернармен сөйлескенін айтам да. Бұл еще өзі айтқан маған, Ернармен сөйлестім, кездестім, білмеймін, екеуінде енді бір таныстық болған ба, мен енді сондай адаммын өзім, досым танысқан қызбен мен таныса алмайды екенмін. Содан көңілім қалды, Аяжан, ренжіме. Сондай ұстаным ғой сізде, иә? Доспын деп отыр ғой. Айсұлтан, егер де сен Ернар нағыз досың болатын болса, қазіргі таныстықта жүрген қызының көзінше бұрынғы отношениясын айтпайтын ең. Сен біліп отырсың, что маған это неприятно қазір айтып отқан нәрсе. Сен айтып отырсың, еще бір емес бірнеше кездесу болып жатыр деп жатсың да. Ол нәрсе маған да қиын, оңай емес бір. Бет қалайса мен неприятно болып тұр да маған қазір деймін, потому что бұл нәрсені білген жоқпын. Сен хотя бір маған келіп айтуың керек еді да. Саған не деп айтам барып, мен үміткерім сен бір ауыз ескертіп айтуың керек еді, мен үміткерім осындай Ернармен. Жалпы маған қатысты да әңгіме емес пе бұл? Жоқ, бұл жерде сен несіне нетіп отырсың ғой, отношение болмаған деп айтып отыр ғой, жай кездесу болған ба бұларда. Ернар нағыз досың ба? Нағыз досым. Нағыз досым болса, неге енді мен қазіргі таныс... Мен Ернарды ойлап отырмын, сен ойлап отқан жоқпын, жарема, қоя салшы. Мен Ернар үшін сөйлеп отырмын, болды, Мариям. Білмеймін, енді қызық екен. Досыңыздың Ернарды сыйласаңыз, қызын да сыйлайтын шығарсыз. Өйтіп дауыс көтеріп не болды?